Сәлем достар, сіздермен бірге Аза Геймер каналы. Біз бүгін достар сіздермен ақша табудың ең оңай жолын көрсететін боламыз. Карантинде үйде жатып ақша табу. Мысалы 3 күнде 50 рубль табасыз достар. Ол деген керемет қой. Ал енді ол сайт Google-ға кіріп тауып аласыздар. Мен ол сайттың ссылкасын төменде қалдырып кететін боламын описанияда. Ал кеттік, ендеше бастаймыз. Ол VK-Surfing деген сайт. Ол өте керемет. Менде міне 30 рубль бар. Міне бұл жерде сіздер TikTok, Instagram, VK, лайки и Telegram'нан ақша таба аласыздар. Менде профилімде міне VK, Instagram, Telegram, TikTok бар. Ал бұл жерде қандай задание орындайсыздар? Задание мысалы өздері задание келеді. Міне TikTok'та маған просмотры көріп 5 копейка алатын достар. Просмотр деген үстін басамыз. Және де полностью көреміз деп тұр. Перейти к заданию. Кіріп TikTok'қа кіреді автоматически. Ал енді осыны полностью көретін боламыз достар. Полностью көреміз. Міне бітті достар. Анда бүйтіп орнына барып, ал мынау қайтадан дегенді басамыз. Қазір көрсетіп қалды. Міне задание выполнено. 5 копеек берді, міне 30-да 66. Ал басқа да Instagram, TikTok бәрін тіркеп қойсаңыз, осылай заданиялар келіп отырады. Ал мен 30 рубльді қанша күнде таптым? 2 күнде таптым достар. Ол деген керемет. Міне шығарып алу кезде міне вывести дегенді басамыз. Минимальный сумма 50 рубль. Осы вывод жасағанда мен сіздерге видео түсіретін боламын достар. Міне Kiwi, Яндекс.Деньги, Payeer, WebMoney на телефон. Осы вывод жасағанда мен сіздерге түсіретін боламын. Басқа қандай задание? Мысалы реферал деген бар. Өзінің ссылкаңды сен біреу досыңа бересің, сол арқылы сен ақша табасың. Менде міне рефералым біреу-ақ 61 копейк тауып берген. Бірақ адам. Өздеріңіз достарыңызға таратсаңыздар болады. Мой заказы деген бар міне достар. Заказ менде қазір берген жоқпын мен. Әлі берген жоқпын. Тағы да не айтсам болады? Өздеріңіз задание создать етсеңіздер болады. Міне енді Facebook, YouTube, Одноклассники енді скоро ашылады достар. Сол кезде содан да ақша табуға болады. Ұнаса лайк басып, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.